Сәлем достар, сіздермен бірге тоқышып мен сіздерге бүгін қазіргі таңда осындай объемный гүлдер мода болып жатыр. Осыны қалай тоқитынын көрсететін боламын. Бұл аппликация неше түрлі кардигандарға әсемдеп қоюға өте керемет. Ал ендеше мен номер 4 крючокпен тоқимын. Мендегі жіп акрил, 100% акрил, осындай ақ жіппен тоқитын боламын. Бірінші 5 воздушные петля тоқып аламыз. Тоқып алдық. Енді бірінші воздушные петляға қосамыз, соединительный жасап қосамыз. Енді 2 воздушный петля аламыз, көтереміз. Енді с накидамен кольцоға кіргізіп, бәрін бірге біріктіріп тоқимыз. Тағы воздушная петля с накидамен бәрін біріктіріп тоқимыз. Бәрін осылай алтау шығу керек. Ең соңғысына келді, воздушный петля алдық. Ең соңғысын бірінші жасағанға соединительный жасап тоқимыз. Сөйтіп 4 воздушный петля аламыз. Бірінші кольцомыздан 10 с накида көтереміз. Барлығының бойы бірдей болу керек. Біз көтерген воздушный петляның бойымен бірдей болу керек. Сұқ саусағымызға осылай киіп алып, жіпті осылай көтерген ыңғайлы. Осылай 10 воздушный петля аламыз. Мінекей. Барлық воздушный петляны алдық, с накидамен алдық. Енді мынау бірінші бастаған ілмекке, яғни 4 воздушный петляға қоспаймыз. Сұқ саусағымызды артына қойып, осылай бәрін біріктіреміз. Жақсылап тартамыз. Мінекей, сөйтіп тағы да 4 воздушный петля аламыз. Оны сол кольцоға соединительный жасап тоқимыз. Енді сол жерден 4 воздушный петля көтереміз. Қайтадан келесі кольцодан 10 с накида көтереміз. С накида аламыз. Дәл осылай барлық гүлдерімізді тоқып шығамыз. Бәрін біріктіреміз, бірақ крючокта 2 воздушный петля, сонымен бәрін біріктіреміз дәл осылай. 4 воздушный петля алып, қайтадан сол
кольцоға соединительный жасаймыз. Мінекей соңына келіп қалдық. 4 воздушный петля алып, сол кольцоға соединительный жасаймыз. Жақсылап қысып, тағы да воздушный петля жасап қысамыз. Мінекей бізде осындай гүл пайда болды. Артындағы жіптерді біріне біріктіріп, жақсылап байлап қоямыз. Енді бізге ортасындағы сары күлтесін жасауымыз керек. Ол үшін 4 воздушный петля аламыз да, сол бірінші воздушный петляға 10 с накида аламыз. 10 с накида тоқимыз. Мінекей 10 с накида алдық. Енді бұда бірінші воздушный петля алғанның соған біріктіреміз. Жақсылап қысамыз. Тағы да воздушный петля алып, жақсылап қысып, қайшымен қиямыз. Енді бұны ақ гүлімізге, ромашкамызге біріктіреміз. Осы екі шетіне, екі арқадан өткіземіз. Осылай өткізіп, жақсылап байлап қоямыз. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, каналға тіркеліп қойыңыздар. Тағы да осындай пайдалы видеоларды өткізіп алмау үшін. Ұнап жатса, пікір бөліміне пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сіздермен болған Тоқушевия. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.